Қазір Барселона үшін маусымның өте қызықты кезеңі өтіп жатыр. Бір жағынан, Ханс Дитер Флик жаттықтыратын команда чемпиондыққа біртіндеп жақындап келеді және нақты прогрестің белгілерін көрсетуде. Трофейлер тұрғысынан қиын өткен жылға қарамастан, жобаның алға жылжып жатқанын дәлелдейтін көрсеткіштер бар. Екінші жағынан, дәл осы сәтте команда ішінде өте қатал бәсекелестік басталды. Әрбір матч ойыншылардың клубтағы болашағына әсер етуі мүмкін. Фермин Лопес біртіндеп негізгі рөлге шығып келеді. Жарақат алған ойыншылар да қайта оралуда. Андреас Кристенсен қайтадан маңызды тұлғаға айналып жатыр, ал Рональд Араухо жайлы түрлі қауесеттерге қарамастан, ол командадан кетуді жоспарламайды. Бүгін біз неге осы маусымның соңғы бөлігі Барселона үшін тек чемпиондық күрес емес, сонымен қатар Флик командасындағы рөлдер үшін талас екенін талқылаймыз. Достар, ыңғайланып отырыңыздар, бастаймыз. Mundo Deportivo мәліметіне сүйенсек, трофейлер жағынан маусым біркелкі өтпесе де, командада нақты прогресті көрсететін көрсеткіш бар. Хетафе клубын 2-0 есебімен жеңгеннен кейін каталондықтар Ла Лигадағы құрғақ матчтар саны бойынша өткен маусымдағы нәтижеден асып түсті. Өткен маусымда команда 13 матчта гол жібермеген болса, биыл бұл көрсеткіш одан да жоғары, әрі маусым әлі аяқталған жоқ. Осы фон аясында шешуші сәттерде жауапкершілікті өз мойнына алатын жеке ойыншыларға назар арта түсуде. Сарапшылардың пікірінше, негізгі тұлғалардың бірі Фермин Лопес. Оның команда ойынына әсері күн сайын артып келеді. Ол тек алаңға шығып қана қоймай, берілген мүмкіндікті барынша тиімді пайдаланып, жаттықтырушыларды өз пайдасына таңдау жасауға мәжбүрлеуде. Бұл тек клуб деңгейінде емес, сонымен қатар Испания құрамасындағы орын үшін күресте де маңызды, өйткені жартылай қорғауда бәсекелестік өте жоғары, әсіресе оның Хетафе қарсы ойыны ерекше болды. Дәл сол матчта ол Педри берген пастан кейін есеп ашып, сәтті мүмкіндігін тиімді пайдаланды. Матчтан кейін ол команданың ойынның қиын болатынын түсінгенін, сондықтан сирек болатын мүмкіндіктерді міндетті түрде голға айналдыру қажет болғанын айтты. Сонымен қатар қорғаныспен қарсы шабуылға сүйенетін қарсыласқа қарсы ойында допты бақылаудың маңызын атап өтті. Оның айтуынша, негізгі міндет допты жиі жоғалтпау және қарсыласқа жылдам шабуыл жасауға мүмкіндік бермеу болған. Сондай-ақ ол Ламин Ямаль туралы да айтып, өз голын соған арнады. Ол Ямальдың жарақаты команданың үлкен жоғалту екенін айтып, оның толық қалпына келіп, қайта оралуына үміт білдірді. Дәл осы жерде команданың құрылымы қалай өзгеріп жатқанын байқауға болады. Ламин Ямаль жарақаты мен Рафиня болмауына қарамастан, команда жеңістерін жалғастыруда, бірақ енді басқа ойыншылардың есебінен Ханс Дитер Флик жаңа шешімдер іздеуге мәжбүр. Осындай сәтте Фермин Лопес сияқты футболшылар алдыңғы қатарға шыға бастайды. Сонымен қатар құрам ішіндегі бәсекелестік барлық позицияда күшейіп келеді. Гави жарақаттан кейін оралып, бұрынғыдан да мықты көрінуде. Бұл Френкиде Йонг үшін қосымша қысым тудырып отыр. Оның болашақтағы рөлі және тіпті клубтан кетуі туралы да сұрақтар туындауда. Басқа позицияларда да жағдай күрделі. Жоу Канселу сенімді ойыны Алехандро Балде мен Жюль Кунде үшін бәсекені күшейтті. Шабуылда Роберт Левандовски мен Ферран Торрес арасында күрес жалғасуда, ал Маркус Решфорд жағдайы әлі де белгісіз, ол негізгі құрамға тұрақты түрде ене алмай жүр. Осының бәрі Барселона үшін маусымның соңғы кезеңі тек чемпиондық үшін күрес емес, сонымен қатар ішкі іріктеу кезеңі екенін көрсетеді. Көптеген ойыншылар өз болашағымен келесі маусымдағы орын үшін ойнауда, қазір бәрі бір қағидаға келіп тіреледі. Кім мықты, сол ойнайды, аты мен мәртебесіне қарамастан. Фермин Лопес тарихы соның айқын дәлелі. Ол бастапқыда негізгі ойыншы болуға тиіс емес еді, бірақ еңбегі мен тиімді ойынның арқасында өз орнын өзгерте алды. Нәтижесінде Барселона маусымның шешуші кезеңіне екі түрлі көңіл күймен келіп отыр. Бір жағынан Еуропадан шығып қалу секілді мәселелер бар. Екінші жағынан прогресс, бәсекелестік және жауапкершілікті алуға дайын ойыншылар бар. Дәл осы факторлар маусымның қалай аяқталатынын шешуі мүмкін. Жеңістен кейін Ханс Дитер Флик командаға қысқа үзіліс берді. Реал Мадрид командасынан айырмашылық қазір 11 ұпайды құрайды, ал әлі 15 ұпай ойнатылады. Жаттығулар уақытша тоқтатылып, футболшыларға демалуға мүмкіндік берілді. Бірақ жарақаттан қалпына келіп жатқан ойыншылар үшін демалыс жоқ, солардың қатарында Ламин Ямаль бар.
Ол қалпына келу процесін бастап кетті. Жанкүйерлер оны жылы қарсы алып қолдау көрсетті. Бұл оның команда үшін қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Ямаль сол жақсан бұлшық етін жарақаттап, осы маусымда енді ойнамайды. Оның басты мақсаты ақш, Канада және Мексикада өтетін әлем чемпионатына дейін толық қалпына келу. Клуб үшін бұл үлкен шығын, әсіресе маусымның шешуші кезеңінде. Бірақ ойыншы үшін ең маңыздысы толық жазылып, тәуекелсіз оралу. Сондай-ақ жарақаттан қалпына келіп жатқан ойыншылар қатарында Рафинья, Марк Берналь және Андреас Кристенсен бар. Рафинья жағдайына қатысты жағымды жаңалықтар пайда бола бастады. Соңғы апталар ол үшін өте қиын өтті. Бразилиялық футболшы ұлттық құрама сапында Франция құрамасы қарсы жолдастық матчта жарақат алып, маусымның ең маңызды кезеңінде Барселона командасына көмектесе алмады. Бұл әсіресе УЕФА Чемпиондар Лигасы аясында Атлетик клубынан жеңіліп, турнирден шығып қалғаннан кейін қатты сезілді. Командаға көшбасшылар қажет болды, ал Рафинья сол сәтте әлі де қатардан түседі. Алайда қазір, спорт басылымының мәліметінше, ол туннельдің соңындағы жарықты көре бастады. Осы аптада ол қайтадан алаңда жаттығуға кірісті, бірақ әзірге жеке бағдарлама бойынша командадан бөлек дайындалуда. Оның қалпына келуі күткеннен де жақсы өтуде. Егер бәрі жоспар бойынша жүрсе, келесі аптада ол командаға жартылай қосылуы мүмкін. Рафиньяның басты мақсаты 10 мамырдағы Эль Класико ойынына үлгеру. Қазір бұл мүмкіндік барған сайын шынайы болып көрінеді. Теориялық тұрғыда ол одан да ертерек, Осасуна қарсы матчта алаңға шығуы мүмкін, бірақ бұл нұсқа әзірге ықтималдығы төмен. Егер ол Эль Класикоға дейін оралса, бұл Барселона үшін өте маңызды күшейту болмақ. Ламин Ямаль жарақаты, шабуылдағы тұрақсыздық және құрамдағы жоғары бәсекелестік жағдайында үлкен матчтарда жауапкершілікті өз мойнына алатын ойыншылар аса қажет. Рафиньяның өз үшінде бұл қиын кезеңді артта қалдырып, қайтадан команданың маңызды бөлігі екенін дәлелдеуге мүмкіндік. Сонымен қатар, Марк Берналь да осы аптада толық қалпына келіп, Осасуна қарсы матчқа өтінімге енуі мүмкін. Ал Андреас Кристенсен жағдайы күрделірек, өйткені оның жарақаты ұзақ мерзімді саналады. Дегенмен ол да қалпына келудің соңғы кезеңіне жетті. Маусым аяқталғанға дейін алаңға оралуы да мүмкін. Бұл жерде Андреас Кристенсен жағдайына жеке тоқталған жөн. Өйткені бұл тек жарақаттан оралу ғана емес, оның клубтағы болашағына да тікелей байланысты. Бұл маусым дат ойыншысы үшін оңай болған жоқ. Жарақаттар оған тұрақты форма жинауға мүмкіндік бермеді, ал желтоқсаннан бері ол байлам жарақатына байланысты мүлде ойнамады. Жалпы алғанда ол бар болғаны 17 матч өткізді. Осының аясында оның Барселона құрамындағы болашағы белгісіз болып көрінді. Келісім шарты маусым соңында аяқталады, ал клуб оған қысқа мерзімді, бірақ жалақысы төмен ұсыныс жасаған. Алғашында бұл жағдай күрделі көрінді, себебі Андреас Кристенсен алғашқы ұсынысты қабылдамады. Негізгі себеп жалақының айтарлықтай қысқаруы. Бірақ ол келіссөздерге есікті жапқан жоқ, екі тарапқа да тиімді шешім табуды қалады. Қазір жағдай өзгерді. Сике Родригес, Кэднесер мәліметінше, Кристенсен ұсынысты қабылдауға жақын. Клубта егер ол толық сауығып кетсе, командаға әлі де сапа, тәжірибе және сенімділік әкеле алады деп есептейді. Сондықтан бір жылдық келісім шарт, төмен жалақы және ойнаған матчтарға байланысты бонустар Барселона үшін логикалық шешім. Кристенсеннің өз үшінде клубта қалу қолайлы нұсқа. Оның отбасы Барселона қаласында өзін жақсы сезінеді, ал ойыншының өзі командада жайлы. Егер басқа жақтан өте тиімді ұсыныс болмаса, ол жаңа келісім шартқа қол қоюы мүмкін. Яғни, бастапқы бас тартудан кейін тараптар келісімге келуі ықтимал, ал қорғаушы келесі маусымда өз маңыздылығын қайта дәлелдеуге мүмкіндік алады. Сонымен қатар, қорғаныс орталығында тағы бір маңызды мәселе бар, Рональд Араухо жағдайы. Оның айналасында да көптеген әңгімелер болды, әсіресе басқа клубтардың қызығушылығы аясында. Оны Ливерпуль және басқа да еуропалық клубтармен байланыстырды. Бірақ ойыншының өзі нақты шешім қабылдаған. Араухо Барселона құрамынан кетуді жоспарламайды. Бұл маусымда оның рөлі аздап төмендеп, кей матчтарда орталық қорғаушы емес, оң жақта ойнағанына қарамастан, ол мұны кетуге себеп деп санамайды. Керісінше, ол мұны сынақ ретінде қабылдайды. Ол өз орны үшін күресіп, командаға қажет жерде көмектесіп, қайтадан негізгі рөлге оралғысы келеді.
2031 жылға дейін келісімшартын ұзарту арқылы ол өзінің болашағын Барселона клубымен байланыстырғанын көрсетті. Сондықтан басқа клубтардың қызығушылығы болғанымен, ол мұндай ұсыныстарды қарастырмайды. Ол маусымды жақсы аяқтауға және жаттықтырушы Ханс Дитер Флик сенімін қайта ақтауға ниетті. Бұл оның үшін алдағы әлем чемпионаты алдында да маңызды. Уругвай құрамасында маңызды рөл алып, мансабын қайта жандандыру мүмкіндігі бар. Бірақ оған дейін ол клубтағы маусымды жоғары деңгейде аяқтауы керек. Қорытындылай келе, қорғаныс шебіндегі жағдай маусым соңына қарай ең қызықты тақырыптардың біріне айналды. Андреас Кристенсен қайта оралуға жақын және келісімшартты ұзартуы мүмкін. Рональд Араухо клубта қалып, өз орны үшін күресуге дайын. Пікірлерге жазыңдар, қазіргі Барселона құрамында сенімге ең лайық ойыншы кім? Фермин Лопес пе? Рональд Араухо ма? Андреас Кристенсен бе әлде басқа ойыншы ма? Егер видео ұнаса лайк басып, каналға жазылып, қоңыраушаны қосып қойыңдар, Барселона туралы ең маңызды жаңалықтарды жіберіп алмау үшін.